Армысыздар, Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен Алтынай аман. Бүгін Пифагор психоматрицасын қалай есептеу керегін толық көрсетемін. Алдыңғы эфирлерде өте қысқаша көрсеткен болатынмын, ендеше экранға назар аударыңыздар. Алдымен өзіңіздің туылған күніңізді, айыңызды, жылыңызды осылай жазасыз. Бүгінгі қарастыратын сан 02-02-1992-ні қарастырамыз. Бұны 4 жолмен есептейміз. Ең алғашқысы әрбір санды бір-біріне жеке-жеке кезек қосып шығамыз. Яғни 2 қосу 2, қосу 1, қосу 9, қосу 9, қосу 2. Тең 25. Бұл біздің бірінші сан. Екінші сан. Бірінші саннан шыққанды бір-біріне қосамыз. Яғни 25-ті бір-біріне 2 қосу 5 тең 7. Бұл екінші сан. Енді үшінші жолы бірінші шыққан саннан, яғни 25-тен аламыз 2 деген сан. Ол константа, яғни барлық жерде осы 2 ғана жазылады. Сондай қатып қалған санды нумерология тілі бойынша константа деп атайды. Оған көбейтеміз. Сіздің туылған күніңіздегі ең бірінші санды, мысалы маяқта 02 болып тұр ғой, біз 0-ді алмаймыз, 2-ні көбейтеміз. Мысалы сіздер егер 15-26 күн туылған болсаңыздар, сондағы ең бірінші сан 15-те 1-ді аласыздар, 26-да 2 дегенді аласыздар. Сонымен 25 минус ең бірінші көбейту орындалады. 4 дейміз, ол 21 болды. Енді 4-ші сан. Ол әрине үшінші санды бір-біріне қосамыз, яғни 21-ді 2 қосу 1 тең 3. Міне есептеп біттік. Енді осыған анализ жасауға көшеміз. Дәл осылай алдымен сіздер кесте сызасыздар кішігірім. Соның әр ұяшығына өзіңіздің туылған күніңіздегі сандарды жазып шығасыз. 02, 1992 және астына 4 жолда шыққан сандарды біртіндеп әр ұяшыққа бөлек жазасыздар. 25, 7, 21 және де 3. Енді оның астына тағы да кішігірім кесте сызасыздар. Содан соң ең бірінші кестеден 1 деген сан бар ма, жоқ па, соны жазасыздар. Мысалы, бұл жерде 1 деген сан бізде 2 рет көріп тұрмыз, сондықтан 1 деп 2 рет жазамыз. Оның астына 2 деген сан бұл жерде 1, 2, 3, 4 рет, 5 рет тіпті кездесіп тұр. Бұл жерге 2 деген санды 5 рет жазамыз. Сонымен қатар астында 3 деген сан, біреу 4 деген сан бұл жақта жоқ, минус қоямыз. 5 деген сан біреу, 1 рет 5 жазамыз, 6 жоқ, 7 біреу, 8 жоқ, 9 екеу. Енді осылардың мәні мен мағынасын, жалпы осы сандар нені білдіріп тұр, соны қазір айтатын боламыз. Ал енді қараңыздар, 1 деген сан бұл жерде біреу не болмаса, мүлдем жоқ болса, яғни 0 болса, ол адам эгоист болып келеді, өзін ғана сүйеді. Ал 1 деген сан бұл жерде 2 болса, міне біздің жағдайда 2 болып тұр ғой. Бұл кісінің мінезі жұмсақ, өзгелерге ұнау үшін өмір сүретін адамды айтады. Егер 1 деген сан бұл жерде 3 рет кездессе, онда сырттай өте бұл кісі жұмсақ көрінгенімен өте қатал адам бола алады. Егер 1 деген сан 4 болса, бұл кісілер өте керемет диктатор және де сила волясы өте жақсы. Енді келесі сан 2-ге көшеміз. Егер Пифагор психоматрицасында 2 деген сан біреу не болмаса 0 болса, яғни жоқ болса, бұл кісінің энергиясы жоқ, тез шаршап қалатын адам. Ал егер 2 болса, онда бұл кісінің өмір сүруге күш қуаты жетерлікте екен. Егер 2 деген сан 3 болса, онда энергиясы өте көп, тіпті өзге адамдарға да донор бола алады дейді. Міне біздің жағдайда бұл жерде тіпті 5 тұр. Бұл кісінің энергиясы өте көп. Басқа да адамдармен энергиясымен заряжать ете алады деген сөз. Енді 3 деген сан. Бұл ұяшықта біреу я болмаса жоқ болса, қызығушылығы жоқ, алайда уақытты бағалайды және тазалықты ұстанады деген сөз. Егер 3 деген сан 2 болса, қызығушылығы жан-жаққа шашылып, не таңдарын білмейді. Ал егер
3 деген сан үшеу не болмаса одан көп болса, жаңа білімге деген үлкен қызығушылығы бар, жаңа ғылымдарды көп оқиды. Бізде тек қана біреу-ақ болып тұр. Енді келесі сан 4. Бұл жерде 4 мүлдем жоқ болып тұр. Бұл жалпы денсаулыққа жауап беретін сан. Егер матрицада біреу я болмаса 0 болса, бұл кісілер өте аурушаң, әлсіз жандар екен денсаулығы бойынша. Егер 4 деген сан 2 болса, денсаулығы жақсы деген сөз, бірақ өте керемет емес. Егер 4 деген сан 3 болса, өте керемет денсаулық, тіпті 100 жасауға дейін барады екен. Ал енді 5 деген санды есептейтін болсақ, яғни анализ жасайтын болсақ, егер 5 деген сан біреу я болмаса 0 болса, бұл кісілер тек қана логикаға ғана жүгініп өмір сүреді екен. Ал егер 5 деген сан 2 болса, ондай кісілердің түстері орындалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде түстеріңізге назар аударыңыздар. Егер 5 деген сан 3 я болмаса, одан да көп болса, интуицияларыңыз сіздердің өте керемет дамыған, және сол интуиция арқылы сіздер дұрыс шешім қабылдай аласыздар. Ал 6 деген сан, біздің жағдайда 6 деген сан жоқ екен. Бұл жерде егер 6 деген сан біреу я болмаса 0 болса, бұл кісілер көбінде мимен жұмыс жасайды. Егер 2 болса, рухани өскен жандар деп айтуға болады. Егер бірдеңе көп болып кетсе де, ол да өзінің зиянын білдіреді. Сондықтан переизбыток болмай үшін міндетті түрде баланс болу керек. Ал 7 деген сан, егер біреу я болмаса 0 болса, сіз өзіңіздің күшіңізге ғана сенуіңіз керек деген сөз. Яғни ешқандай өмірдің сәттілігіне сенудің қажеті жоқ. Егер 2 7 болса, сіздің қорғаушы періштеңіз бар деген сөз. Ал егер 3 7 болса, бұл да әлгі 6-лық секілді. Егер 7 көп болған кезде, көп адамдар менің қорғаушы періштем бар ғой деп өзі әрекеттенбеуі мүмкін. Сондықтан бұл жалқаулыққа алып келеді. Оған да баланс керек. Ал енді 8 деген сан, бұл жерде жоқ. Біреу я болмаса 0 болса, онда бұл кісі жауапсыз адам дегенді білдіреді. Егер 8 2 кездессе, онда басқа адамдарға да көмектесе алады деген сөз. Яғни өзінің бір жауапкершілік артып көмектеседі. Егер 8 деген сан 3 болса, өзгелер үшін өзін ұмытып кетеді. Бұл да әрине переизбыток. Сондықтан міндетті түрде балансқа алу керек. Ал енді соңғы 9 деген санды айтатын болсақ, энергиясын, бұл жерде 9 біреу я болмаса 0 болса, бұл кісі миын қозғалтқысы келмейді, ойланғысы келмейді, ұнатпайды. Егер 2 болса, бұл кісілердің ақылдары енді өте керемет. Тіпті ақыл сұрауға болады бұндай жандардан. Ал егер 9 3 болса, бұл жақта да әрине переизбыток болуы мүмкін, себебі ақылға қатты беріліп кетсе, суық болып кетуі мүмкін. Не болмаса, жай ғана суық болып көрінуі мүмкін. Көрермендер, жалпы осы әрбір санға бөлек-бөлек жеке-жеке эфирлар түсіргенмін. Оның барлығы менің осы кармология деген арнамда сандар сөйлейді деген авторлық методикамда барлығы баяндалды. Міндетті түрде кармология арнасын тіркеліп қойыңыздар. Және де сіздерге нақты пайдалы болса, мен өте қуаныштымын. Осындай нумерология жайлы іздеп жүрген болсаңыздар, менде кезінде іздегенде жалпы желі ішінен мардымды жауап таба алмаған кездерімде болды. Сондықтан сіздерге толық пайдалы болсын деп әрбір санға нақты тоқталдым. Ендеше игіліктеріңізге қолданыңыздар, өздеріңізді танып біліңіздер. Соған кішігірім үлесін қосатын менің кармология арнама тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде пікір жазып, лүпіл басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.